Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аида. Бүгін сіздерге безе рецептісімен бөлісетін боламын. Безені қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның сарысынан ағын ажыратып аламыз. Сосын ары қарай үстіне шекер салып, су моншасында ерітіп бір қайнатып алатын боламыз. Ары қарай миксермен 15 минут араластырамыз, аппақ болып көтерілгенше. Сосын үстіне қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап тұрып миксерлеп шығатын боламыз. Миксерлеп болғаннан кейін 2 ыдысқа 2 бөлікке бөліп шығамыз. Бірінші ыдыстың бөлігіне мен пищевой көк краситель құйып шықтым. Сосын бір араластырып, ары қарай миксерлейміз. Екінші ыдыстың бөлігіне қызыл пищевой краситель салып, күрекшемен бір араластырып, жақсылап миксерлеп шығамыз. Ал енді кондитерский мешокқа ақуыздың қызғылт түсін саламыз. Сосын екінші бөлігіне ақуыздың көк түсін салып шығамыз. Мендегі насадка звездочка. Енді противенге пергамент қағазын төсеп беземізді құйып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 150 градуста 1 сағатта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің беземіз дайын болды, өте әдемі және дәмі тәтті болып шыққан. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесіде бұдан да көп рецептермен бөлісетін боламын. Отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.